Сәлем барлықтарыңызға. Бұл видеода 2023-24 жылда өткен оқу жылында ауыл олимпиадасы математика пәнінен 10 сынып бірінші іріктеу кезеңі бастапқы кезең 30-шы соңғы есебін шығарамыз. Егер x куб плюс y куб минус 3x минус 3y плюс 4 тең 0, x, y оң сандар екен, x, y қосындының мәнін табу керек. Мына жерде басқаша топтастырып жазып аламыз. x куб минус 1 куб деп жазайын. Минус 1 куб плюс y куб минус 1 куб деп жазайын. Оларды қысқаша көбейту формуласына қоям. Минус 3x плюс 3 деп жазам. Олардың ішіне минус 3 шығарып жіберем. Қазір жақшаның сыртына минус 3 плюс 3 деп жазам. Ештеңе өзгерген жоқ. Орын ауысты, 3-ке 3-ті қоссақ 6. Одан 2-ні азайтып жіберсек 4 болады екен. Мына енді формула бойынша, қысқаша формуласы бойынша қойып шығайық. X минус 1, x квадрат плюс x плюс 1 плюс y минус 1, y квадрат плюс y плюс 1. Мына жерден минус 3-ті шығарып жіберем. X минус 1. Мына жерден де минус 3 шығарып жіберем. Y минус 1 тең 0. Енді мына x бірлерді шығарып жіберейін. X минус бірлерді. Сонда x квадрат плюс x плюс 1 минус 3 плюс y минус 1-ді шығарып жіберем. Y квадрат плюс y плюс 1 минус 3 тең 0 болды. Мынаны енді дискриминант бірінші ықшамдап алады екен. Ықшамдап алсақ x квадрат плюс x минус 2 плюс y минус 1 y квадрат плюс y минус 2. Мынаны дискриминантпен есептеп x1, x2-ні, y1, y2-ні тауып алуға болады. Сосын шектейміз көбейтіштерге. Немесе Виет теоремасы бар. Немесе a плюс b плюс тең 0 деген қасиеті де бар. Соларды қолданып x1, x2, y1, y2-ні тауып алып көбейтіштерге шектеп жібереміз. Енді ол көрініп тұр. Мына 1 қосылған 1 минус 2 0 болып тұр. Коэффициенттерінің қосындысы 0-ге тең болса, онда x1 1-ге тең болады да, x2 минус с бөлінген a-ға тең болады. Сонда 1-ге тең болса x минус 1 болады, ал екінші түбірі минус 2 болады. Мына көбейтішке жіктеген кезде x плюс 2 болып кетеді екен. Y минус 1, y минус 1. Мына жерде де дәл солай y плюс 2 болды. Тең 0. Мына екеуін x минус 1-дің квадрат деп жазып жіберейін. Мына x плюс 2 плюс y минус 1 квадрат y плюс 2 тең 0. Мына шарттарды еске түсірейік. X 0-ден үлкен, y-ден 0-ден үлкен. Сонда мына жер оған 2 қосылса, ол да 0-ден үлкен, 2-ден үлкен. 0-ден үлкен оң сан болады екен. Y-ге 2-ні қосып жіберсек, ол 2-ден үлкен, ол да оң сан болады екен. Мына оң сан. Мынау да оң сан. Ал кез келген санның квадраты теріс емес, оң сан немесе 0-ге тең. Мынау да теріс емес, оң сан немесе 0-ге тең. Енді екеуінің көбейтіндісі қандай болады? Екеуінің көбейтіндісі 0-ге тең немесе 0-ден үлкен болады екен. Мына жерде де 0-ге тең немесе 0-ден үлкен болады екен. Енді екі теріс емес санның қосындысы 0 болса, онда олардың әрқайсысы 0-ге тең болу керек. Мына қосылғыш 0-ге тең болу керек. Немесе мына қосылғыш 0-ге тең болу керек. Мына көбейткіш 0-ге тең емес, демек мына көбейткіш 0-ге тең болу керек. X минус 2-нің квадраты тең болу керек. Тең болу керек 0-ге. X минус 1-дің квадраты 2 емес 1. Сонда x минус 1-дің өзі де 0-ге тең болады екен. Мына жерден x тең 1 деген мән шығады. Мына жерде де дәл солай. Y минус 1-дің квадраты тең болу керек 0-ге. Y1 тең болу керек 0-ге. Y тең болады екен сонымен 1-ге. Екеуінің қосындысын тап деген x пен y-дің
Birdi birge qosib жиберебиз. 2 болады екен. Жауап 2 болды. Жауап 2 болды. Мына Б нұсқаны белгілейміз. Сонымен мына есепте шықты. Сау болыңыздар.